Қайырлы күн достар. Бүгін біз ерекше дәмі ешқандай салатқа ұқсай бермейтін пайдалы көкөністерден жасалатын осындай сочный салат дайындаймыз. Бұл салатқа бізге қызанақ, тәтті бұрыш, баклажан, сарымсақ, кинза керек. Алдымен осы көкөністерді пергамент төселген пеш листіне видеодағыдай салып, 200 градуста қызып тұрған пешке 25 минутқа қоямыз. Көкөністеріміз дайын болды. Пештен шығара сала ыстықтай сыртын тазалаған оңай болады. Болгар бұрышында осылай тазалаймыз. Барлық көкөністерді тазалап болғаннан кейін өзіңіздің қалауыңызша ірілеп турайсыз. Болгар бұрышында солай ірілеп турайсыз. Ендігі кезекте қызанағымызды ірілеп тураймыз. Ал енді 2 тіс сарымсақты үстіп майдалап турап аламыз, немесе үккіштен өткізсеңіз де болады. Ендігі кезекте бізде кинзаны осылай турап аламыз, майдалап. Ендігі салатымызға кинзамызды, чесногымызды қосып, тұзымызды қосып дәміне қарай. Соңынан май қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Салатымыз сочный болып шығады. Салатымыз дайын. Қараңыздаршы, қандай сочный шықты. Ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Әлде көп рецепт салатын боламын.